Сәлем Асүйхан шайымдары. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен карамельді тәттісінің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ұнымыз, оның үстіне қопсытқышымызды салып, араластырып аламыз. Содан кейін бөлме температурасында тұрған нәп-нәзік жұп-жұмсақ майымызды салып, майда крошка жасап аламыз. Оның үстіне қантымызды және жұмыртқамызды салып, әп-әдемі жұп-жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Қамырымызды 10 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Енді осы уақыт аралығында варенкамыздың үстіне жұмыртқамыз және қаймағымызды салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді бізге 22 немесе 24 диаметрлік формамызды алып, ортасына пергамент бумагамызды салып, шетін жақсылап жабыспас үшін майлап аламыз. Және де 10 минут демалған қамырымызды бортик жасай отырып, жақсылап жайып аламыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне начинкамызды салып, алдын ала қыздырылған 180 градуста 30-20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тәтті бәлішіміз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі рецепті бөліскенше сау болыңыздар.